Ана жігіттің аты кім? Уан. Уан. Иә, Уан. Шпилас. Бисмилlah. Мұхит. Ағайдан естелік. Уан ба? Уан. Иә, Уан. Ай, рахмет. Үстіне бір жақсылап бір қызылмен ба, бір келтіріп алдыңыздар. Иә, өзінікі бар. Уан. Ақырын шаптап не етеміз. Уан. Осыны үй, төбесіне ұйықтайтын үйдің басына қойып қоямын, іліп қоямын, ұрмаймын бұл. Әйтпесе бұны енді ғана сатып алған. Бұны Не, Алла амандық берсе, Құдай қаласа, міндетті түрде жеткізіңіздер. Аманатты, Алла қаласа. Енді Уан бауырымызға тек қана сәттілік. Нихау деп қойыңыз. Уан, нихау. Құдай қаласа, бұйырса, Алла бұйырса, Қытайда барып жатсақ, міндетті түрде жолығамыз. Ана, Уанға айтып қазақша түсіне ма? Иә, ол түсінеді. Түсіне ма? На, жаңа айтып отыр ғой, сіздің келіншегіңіз айтып. Соншалықты құрметтегені дейді жаңағы. Менің бір сүйретімді бас жағына алып қойып дейді. Иә. Бас жағына дейді. Сонымен естіп таңғалып отыр. Не деген ол сонша махаббат. Өйткені боксқа деген махаббаты, мысалға сіздің видеоны көріп оянған. Ол жақсы көреді. Сіз көп деген жаңыңыз бір-екі боксшыны емес, көп деген боксқа деген ынтасы бар адамның көп санасын, ой-санасын ояттыңыз. Сіздің іс-әрекетіңіз оятты. Сіздің, мысалға, ана Авализ айтады ғой, no boxing, no life. Мен де сондаймын. Мысалға, бокс болмаса, өмірім басқаша. Мен бірақ бокспен жүремін. Әзірде солай. Бокс менің өзімнің өмірім. Алла разы болсын. Соған сіздің іс-әрекетіңіз, сіздің осылай мына қазақ елінен бізге жіберіп жатсыз мұндай, бірақ біз сондай сүйеміз. Сондықтан сізді де өте құрметтейміз. Негізі бокс жағынан құрметтейміз. Сізді бәріміз өте құрметтейміз. Сіздің сәтті болсын, ол деген осы қолыңыздан мықты чемпион шығып осы қазақ еліне Олимпиадада өз қолыңыздан біреу шығады. Одан кейін қазақ елінің бұйыртса кейін біздің Қытайға қазақ мемлекетінен мұхтечеулен келіп жатыр деп сізіңізге бәріне сәттілік аға. Әрқашан енді бізде де қуанып жатырмыз, әрқашан сіздің сәтті болсын, амандықпен үй ішіңізге бақыт тілеймін. Рахмет. Мына жаңағы жігітке міндетті түрде менің сәлемімді айтып қойыңыз. Сөз түрде айтамын. Үлкен Мұхитаға үлкен сәлемімді айтып. Сөз түрде. Құдай қаласа. Құдай қаласа Қытайға келіп жатса, міндетті түрде ол жігітпен жақсылап жаттығу жасады. Сөйтіңізші. Бірге жақсылап шабамыз. Жақсы.